Оның жүрегінің қалауы. Түпнұсқа өз оқырманына көптеген философиялық сұрақтар қояды. Махаббат пен тәуелділікті бұзу сипаты, қиялдық және шынайы еркіндік, шындықты қабылдау және қабылдамау, сыйлық пен қарғыстың шынайы табиғаты. Жаңа аниме бейімделуі бұл тақырыптарды екі басты кейіпкер арқылы зерттейді. Цунео Сузукава жағалаудағы Осака қаласындағы теңіз биологиясының 4-ші курс студенті. Ол оқуды ұнатады және өзінің сүйікті экзотикалық балық түрін көру үшін шетелде оқуды армандайды. Бос уақытында Цунео достарымен бірге сүңгуір дүкенінде толық емес жұмыс күнін істейді. Бір күні үйге қайтып бара жатқанда Цунео қатты кетіп бара жатқан күймені тоқтатуға көмектеседі. Дарынды мүгедек қыз Кумикомен кездеседі. Жаяу жүре алмағандықтан Хосе жұмыс істемейді. Тек өз бөлмесінде сурет салып теңізді армандайды. Әжесі оған айналасындағы әлемді зерттеуге мүмкіндік бермейді. Алайда әжесінің күші, уақыты өте келе жеткіліксіз болып, немересіне қарау үшін Цунеоды жалдайды. Сонымен биология факультетінің студенті қызды адамдарға әкеліп, оны қоршаған әлемді көрсетуге тырысады. Аниме драма мен романтиканың қиылысында жасалған. Дегенмен кейіпкерлер тек қарым-қатынас проблемаларына тап болады. Табиғатынан көптеген жастарға қарағанда ізденбас 24 жастағы Хосе дүниені тек оқыған кітаптарынан біледі. Оның бостандығы толығымен мүгедектігіне байланысты. Ол өз бетімен қаланы жинап қозғала алмайды. Цунео мен әжесі дастарханға тамақ қойып жатқанда Хосе оның жанына бармақшы болады. Қатан әжесінің көмегінсіз ол тіпті үйден де шыға алмайды. Цунео бұл толық емес жұмысқа тек шетелге шығу үшін ғана келісті. Хосемен қарым-қатынасты жалғастыру немесе оның өміріндегі арманынан орындау үшін моральдық таңдау фильмнің негізгі қақтығысы болады. Фильмді Стальной алхимик, Моб Психо, Ковбой Бибоп және басқалармен танымал студия бонус жасаған. Фильмнің сипаттамасы көрерменнің назарына осы оқиғада ашылған өзекті мәселелерден алшақтатады. Олардың негізгілері, физикалық мүмкіндіктері, шектеулі мінездің деформациясы, өмірді ұйымдастырудағы және әлемді түсінудегі қиындықтар. Хосенің тәжірибесі көрсеткендей, сау дене адам еркіндігінің бір кепілі. Сурет салу қабілеті мен ізденімпаздығына қарамастан, қыз 24 жыл бойы Цунео деңгейіне де жақындай алмады. Ол негізінен ересек нәресте болып қала береді. Дегенмен бұл қарым-қатынас Хосенің өсуіне және ақырында шынайы өмірдің не екенін түсінуге көмектеседі. Қорытынды. Көру қиындықтары мүмкін, тек тым сентименталды адамдар үшін туындауы мүмкін. Сурет мектеп оқушылары туралы әңгімелерден шаршаған романтика әуесқойларына ұнайтыны сөзсіз. Мұнда қарастырылған тақырыптардың барлық өткір бұрыштарына айналып өтеді. Мұнда кейіпкерлердің қарым-қатынасы пафоссыз берілген және сіз оларға шынымен сенгіңіз келеді. Оның жүрегінің қалауы жапондықтар үшін жергілікті аниме емес. Өмірде кем дегенде бір рет көтерілген мәселелердің көпшілігі әр адамның басынан өтті. Сондықтан фильм өзіне тән мәдени тосқауылдан өтуді қажет етпейді және барлығына түсінікті болады. Бұл анимені көруге тұрарлық па? Әрине. Кешкісін отырып не көреріңді білмей тұрсаң, осы анимені көруге кеңес беремін.